Елде мемлекеттік қызметшілер жайлы кітап жарық көреді. Соның ішінде туынды салық саласының мамандары жайлы болмақ. Басты мақсат қарапайым кейіпкерлер арқылы жауапкершілігі ауыр, жалақысы аз лауазым иелерінің әлеуметтік проблемаларын ашып көрсету. Осыған орай еңбек авторы, жазушы әрі қоғам қайраткері Жан Ақжанов Атырау облысына арнайы келді. Кірістер департаменті мамандарымен жиын өткізген ол бар білгенмен бөлісіп, қызметкерлерді толғандырған бірер сұраққа жауап берді. Елдің барлық өңірін аралап шыққан жазушы кітапты шамамен жыл соңында жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Жиылғандар тың дүниенің оқырманға берері мол болады деген сенімде. Айта кетейік, бұған дейін автордың медицина және қаржы саласы мен теміржол қызметкерлері жайлы жазылған туындылары кең тараған еді. Бұндай іс-шаралардың ұйымдастыру бізге жемқорлыққа қарсы күресудің бірден бір жаңалығын береді. Енді осы жазушы Жан Ақжановтың беріп атқан біздерге бұл бұрын соңды мемлекет қызметкерлері жөнінде және де салық қызметкерлері жөнінде кітаптар жазып жатыр. Сол кітаптарды таныстырып, біздің жай күйлерімізбен, қазіргі жағдайымызбен соны алдын ала ашып отыр деп есептеймін. Бұл үлкен бізге ары қарай жұмыс жасауымызға септігін тигізеді деп есептеймін.